Сәлеметсіңдер ме балалар? Сабақ ашу сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғатқа саяхат, Ж дыбысымен әрпі. Бұл сабақта сен сөздердің мағынасын ажыратасың, сөздерді буынға бөліп, каллиграфиялық талаптарға сай жазасың. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын жұмбақ шешейік. Ж әрпінен бастасақ, жатарыңда керекпін. Жыны алып тастасаң, дүйім елге қорекпін. Бұл не деп ойлайсыңдар балалар? Егер де оны Ж әрпінен бастасақ, жатарыңда керекпін дейді, ал жыны алып тастасақ, дүйім елге қорекпін дейді. Жасындар балалар, бұл жастық. Жастық дегенде жыны алып тастасақ, астық болады екен. Балалар, жастық сөз қандай дыбыстан басталып тұр? Ж дыбысынан басталып тұр. Ендеше Ж дыбысымен әріп туралы білімімізді тиянақтаймыз. Ж дауыссыз дыбыс екен. Ол сөздің басында, ортасында кездеседі екен. Ж дегенім жолдар, ауылдарды жалғар. Тіліс тарту жаттығуын жаттап алайық. Енді балалар, мына тапсырманы орындайық. Бірінші тапсырма сөздерді оқы. Ұзын, қысқа, қымбат, арзан, ескі, жаңа. Бұл қандай сөздер? Осы сөздерді қатыстырып, сөйлем құрап айт. Екінші тапсырма. Ұйқасын тап, жатқа айт. Нәтижеде балалар, ұйқасын тауып, жатқа айтайық. Іші толған шәрбат, дәмі қандай айбат. Үзесің бірден жүзін, оның аты өзіміз табайық балалар. Тағы да ұйқасын тауып жатқа айтайық. Құйрығы 10 қарыс, бұл айбатты. Не деп ойлайсыңдар балалар? Бұл жердегі сөздердің бәрі Ж әрпінен басталады. Енді балалар, мына ойынға қарайық. Баспалдақ ойыны. Ж әрпінен басталатын 3, 4, 5, 6, 7, 8 әріптен тұратын сөздерді ойлап айт. Дәптермен жұмыс. Дәптерімізге Ж дыбысы кездесетін сөздерді буынға бөліп жазайық. Жазуымызды әдемі каллиграфиялық талаптарға сай жазамыз. Іске сәт балалар.